ақш армиясы Украина үшін артиллерия өндірісін арттыруды жоспарлап отыр деген ақпарат Newsweek'те жарияланып 3 сағаттан кейін аударып Атажұрт атты WhatsApp каналында жарияладық. WhatsApp каналдарымызға қосылыңыздар. Америка армия хатшысының сатып алу, логистика және технология бойынша көмекшісі Даг Буштың соңғы түсіндірмесіне сәйкес, ақш армиясы Украинада қолданылатын негізгі оқ-дәрілердің ай сайынғы өндірісін қазан айына дейін 2 есеге арттыруға үміттенеді. Киев Ресейдің басқыншылығына тойтарыс беруді жалғастыруда ең көп қажетсінетін Американың 115 мм артиллериялық снарядының ай сайынғы қолданылысы 2023 жылдың қазан айындағы жағдай бойынша шамамен 28 мың дана. Яғни бір айда 28 мың дана артиллериялық қару керек оларға. Күніне сонда 1000 атқалы тұр ғой. Бұл Буш стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығы мен CSIS дөңгелек үстел барысында айтылған. Армия 2024 жылдың қазанына дейін айына шамамен 60 мың снаряд шығаруды мақсат етіп отыр. Бұл бізге Украинаға толық көрсетуге мүмкіндік береді, деді Буш CSIS іс-шарасы барысында, және артиллерия өндірісін арттыру ақш армиясына өзімізді және одақтастарымызды қамдап отыруға, толықтырып отыруға мүмкіндік береді деп айтты дейді. Көрдіңіз бе? Орыстың артиллериясы күніне қирап жатыр, күніне 60-тан артық артиллерияны жоғары деңгейде Украина қиратып жоқ қылып жатыр. Ал ең сұмдығы енді бұл артиллериялық оқ-дәрілер, қару-жарақтар Украинаның өзінде өндіріледі екен. Енді қараңдар, Why are US-Mexico border crossing at record levels деген BBC-дің, яғни Англияның, бұл Американың шекара мәселесі туралы жазған ақпаратына бір назар аударайық. Бұл BBC Англиянікі. Енді Америка-Мексика шекарасы қазір үлкен дау болып тұр. Көрдіңіздер ма? Көрдіңіздер ма? Дау болып тұр. Бұған тіпті анау айдаладағы Англияның өзі назар аударған. Көптеген мигранттардың Мексикадан ақшқа өткісі келетінінің 3 себебі туралы айтылады. BBC-дің ақпарат. Президент Джо Байденнің әкімшілігі кезінде шекараға мигранттардың келуі рекордтық деңгейге жетті. Бұл сайлау алдындағы оның саяси басауруы болып тұр. Байден шал осы мигранттарды қаптатқандығы үшін тоңқалаң асуы мүмкін. Қазір Байденнің қарсыластары осы тақырыпты үлкен бірінші тақырып ретінде көтеріп жатыр. Сауалнамалар американдықтардың 3-тен 2-сінің астамы Байденнің мәселені шешу жолын ұнатпайтындығын айтып отыр. Оның қарашадағы президенттік сайлаудағы ықтимал қарсыласы Дональд Трамп осы аптада мәселені шешуге тырысатын партиялық заң жобасын айыптап, бұл жеткілікті қатаң емес деп мәлімдеді. Бірақ бұл ағынға тек республикашылдар ғана наразы емес, тіпті қара нөпір сандармен күресу үшін күресіп жатқан қалалардың демократиялық мерлері де өз сезімдерін білдірді. Білесіздер, Нью-Йорктың өзі демократтардың басқаруындағы. Нью-Йорктың мері демократ. Енді соның өзі демократтар партиясының мүшесі болғанына қарамастан, Нью-Йорктың әкімі болғанына қарамастан, қазір қаптаған қара нөпір мигранттарға, босқындарға наразы екенін білдіріп қойды. Неге? Нью-Йорк аузы мұрнынан шығып жатыр. Нью-Йорк аузы мұрнынан шығып жатыр. Бұрын ана қаптап келген мигранттарға қымбат 5 жұлдызды қонақ үй беретін, одан 4 жұлдызды қонақ үй тегін. Ол тамағы тегін, жеміс жидегі тегін, күніне бәленбай тамақ береді. Ыстық тамақ жасауға рұқсат жоқ, бірақ ана жаңа дайын тамақтарды береді. Енді бәрібір мынау қашып келген қазақтар өздерінің неше түрлі электрондық аспабын салып қонақ үйде өзінің етін пісіріп жеп жатыр, ол да бар. Енді қазір шелтер дейтінді беріп жатыр. Жаңа шатырларды беріп жатыр. Енді қонақ үй тағы да бар мысалы. Мысалы, Тілек Ниязбекке тура анау Нью-Йорктың қақ ортасындағы ең қымбат Манхаттаннан мысалы қонақ үй дейді мысалы. Тілектің өзіне, бір өзіне, жалғыз басына қымбат қонақ үй беріп отыр. Тамақты тегін беріп жатыр. Бірақ осының өзі қазір Нью-Йоркте демократ мердің өзі наразы болатындай, қазір міне бұл мигранттар Америкада бұл жай ғана бір мемлекеттің
ішкі мәселесі емес, енді президенттік сайлауға ықпал ететін мәселе болып тұр. Себебі Байден шал мигранттарды қаптатты. Енді алда жалда Трамп шал шығатын болса, бұл мигранттардың қалы қиын болуы мүмкін. Ал Трамп америкалықтардың Байденге осы мигрант мәселесінде наразылығын пайдаланып билікке кеп қалуы мүмкін. Енді мигранттардың кейбіреусі енді демократтар айтады, егер Трамп сол шекараға дәл қорған тұрғызбағанда бұндай көп мигрант болмас еді деп айтып отыр. Енді әлгінде ғана біз мына кімнің ақпараттарын жарияладық. Баршаларыңызға мынау ата жұрттың WhatsApp каналында және Серікжан Біләшұлы деген телеграм канал және ата жұрт деген WhatsApp каналда біз NBC News'тың бір ақпаратын жарияладық. NBC News'тың осыдан бірнеше сағат бұрын жариялаған ақпаратта the Biden administration is considering executive action to deter illegal immigration to southern border дейді. Байден әкімшілігі оңтүстік шекарадағы заңсыз көші-қонды болдырмау үшін атқарушы шараларды қарастыруда. Конгресте шекара қауіпсіздігі туралы заңнама 2-3 болғандықтан Ақ үй шара қолданғысы келеді. Мигранттар өткелдері өткен жылғы рекордтық деңгейге дейін көтеріледі деп күтілуде дейді. Енді қанша айтқанмен жан керек, Байден шал мигранттарды қаптатып алды. Енді Байден шал өзінің жаңағы мынау қарсыласы Трамп күні-түні оны жаңағы сынап лекцияны күннен күнге жіберіп жатыр қазір. Байденнің лекциясын тыңдасаң бір бөлек, Трамптың лекциясын тыңдасаң бір бөлек. Енді Байден мына мигранттарды тәртіпке келтірейін деп жатыр. Енді Business Insider сайтында, оны да жаңа ата жұрт WhatsApp каналында, Серікжан Біләшұлы Telegram каналында жарияладық. Despite losing another warship to country without much of Navy, Russia Black Sea Fleet is still in the fight, Western Intel said. Батыстық ақылмандардың айтуында өзінің мықты теңіз кемесін жоғалтқанына қарамастан Ресей Қара теңізде әлі де әскери бақылауына ие, яғни өз күшінде деп жариялады. Ал CNN-ның ақпараты China sinks deeper into deflation as prices fall at fastest rate in 15 years. Қытай 15 жылдан бері болмаған дефляцияға жолықты. Міне осыны біз жаңағы теле аудармамызда жариялап едік.